Сәлеметсіздер ме? Сегодня мы будем разбирать көрімдік или байғазы. В чем разница? В большинстве случаев мы используем слово көрімдік. Насколько это правильно? И что такое байғазы? Байғазы – денежное или вещевое вознаграждение за новые изделия. Например, кнут, сани, седло – это раньше, да? А сейчас, если мы покупаем новый телефон, ноутбук, платье для новой одежды, для детей и молодежи, дается байғазы. Көрімдік спрашивают, когда видят впервые невестку или новорожденного ребенка. Если байғазы дается к неживому предмету, а көрімдік дается человеку. Байғазы мен көрімдіктің айырмашылығы. Байғазы балалардың, жастардың жаңа киімі үшін және жаңа бұйымдары үшін, мысалы қамшы, шана, ер-тоқым бұрынғы замандағы, қазіргі кездегі егерде жаңадан телефон немесе ноутбук, көйлек алып жатса, соған ақшалай немесе заттай берілетін сыйды байғазы деп атайды. Байғазы сұраудың ешқандай артықтығы жоқ. Кезінде жеңгелері, шешелері байғазы сұраған ұл балаларға байғазыға байдың қызы деп те айтқан екен. Ал енді көрімдік ол жаңа туған балаға, жас келінге, ботаға, тағы басқа алғаш көрген сәтте көрімдік сұрау халықтың ежелгі салты. Мұның маңызы адал ниет, ерекше ықыластың бір белгісі, көз тиюден сақтанудың ырымы болып табылады. Байғазы мен көрімдік екеуі әртүрлі ұғым. Көрімдікті адамға, жанға берсе, байғазыны затқа, көбінесе жансыз дүниелерге береді. Қазақтың салт-дәстүрлерін бірге танып білейік. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.